Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы туылып, 1976 жылы дүниеден өткен. Шын аты Мұхаммедқали. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманда лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Мұқағали 1931 жылы 9 ақпан Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдады. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі жиналыстың күн тәртібі бойынша біз Мұқағали Мақатаевты жазушылар одағынан шығарамыз. Не деп тұрсыз? Мұқағали Мақатаевты ақында жазушылардан шығару қалай? Мұқағали Мақатаевты сіздер дұрыс білмейді екенсіздер. Дәл қазіргі заманда, дәл қазіргі елімізде Мұқағали Мақатаев сияқты ақын жазушыларымыз бар. Мен бұған келіспеймін. Кетеді дағы кетеді. Қыраннан қалған қызыл ет бәріне де жетеді. Жеңді. Бұлар біз болмапты. Мұқағали! Ассалаумағалейкум, Сәлем аға. Алейкум. Сіздің өлеңдеріңіз бе? Сіздің өлеңдеріңіз бе? Иә, менікі. Біреуін оқып бересіз бе? Оқып берейін. Аягөз сірә, аядай бұлақ көз емес, аяулы сірә қыз болар. Аягөз деген аядай бұлақ деседі. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді? Аягөз болып, ғасырлар алға көшеді. Аягөз, арулар елі кешегі. Өмірде қанша қиындық көрген Мұқағали өз заманының ғана емес, мәңгілік поэзияның ақыны. Оның әрбір өлеңі жүректен шыққан сыр, қазақ руханиятының асыл қазынасы. Ақынның жырлары әрдайым жүректерде жаңғырып, болашақ ұрпаққа жол көрсетер шамшырақ болып қала бермек.